банктегі кредит? 10 миллион ересек адамның 9 миллионда несие бар. Мен альхамдулилля ешқандай кредитпен өмір сүрмеймін. Адамдар депозитке ақша салады, банк сол Ақшаны пайдаланады. сол ақшаны алады да кредит ретінде басқа адамдарға береді, тартады мысалы үшін. Риба мәселесін әлі қоғам дұрыс түсінбей жатқан сияқты да. Америкада барып өмір сүру үшін сен кредит алу керексің. Иә, міндетті түрде. Міндетті түрде Мен де соны зерттеп көрдім. ақшаны ақшаға сату, сөйтіп ақшаны сату арқылы баю, пайда табу. Кредит алған адам тұманда жүреді. Оның есілдердің бәрі ана қарызын жабу болады да, оның басқаға жан-жағына қарауға шамасы келмей қалады да. Сен керісінше ақшаңды жина, оны халал жолмен инвестицияла. Инстаграм, енді әлеуметтік желі, мне кажется, көп адамның бір психологиясына кері әсер беретін осы дүниеде сияқты. Неге халал ипотека жоқ, неге халал депозит жоқ, неге бізде сукук жоқ, басқа жоқ, неге ислам қаржысы дамымаған, Салымшы жоқ, жалпы ұсыныс жоқ, сұраныс жоқ дегендей қоғамда мынандай бір пікір бар да. Ислам қаржы компаниялары қымбат. ислам болғаннан кейін бәрі тегін болу керек деген нәрсе түсінік бар ғой. Экономиканың заңы, сен ақша салсаң, қандай бір табысың келеді мысалы үшін. Мәселе адал жолмен, я адал емес жолмен ғой, мәселе сонда ғой. Шын мәнінде біз қазіргі уақыттағы мынау жұрттан қалмайық, бәрі алып жатыр, бізде де болу керек деген сияқты бір принциптармен керісінше кері кетіп жатқан сияқтымыз. Құрметті оқырман, трейдинг биржа әлемінен табыс тапқыңыз келсе, ең дұрыс жол ол халал жол. Осы уақытқа дейін 2000-нан аса шәкірт тәрбиелеп, дәл қазір уақытта шәкірттеріміздің 70-80% өз табыстарының басы адал жолмен тұрақты түрде табуда. Сіз де осы жолды, осы мүмкіндікті пайдаланып табыс тапқыңыз келсе, мен сізге ол жолды көрсете аламын. Толық ақпарат алу үшін осы видеоның төменінде сілтеме тұр, сол жерге өтіп, өз ақпаратыңызды алыңыз. Ассалауму алейкум баршаларыңызға. Ұлжан Маратқызының YouTube каналындағы келесі пайдалы подкаст. Бұл жолғы қонағымыз, сіздер барлықтарыңыз білесіздер, біз бұл кісімен бірнеше подкаст жасадық, және де тағы да подкаст жасайық деп шештік. Неге? Себебі дәл қазіргі уақытта қоғамда жалпы ислам қаржысына өте көп жаңағыдай сұрақтар, түсініспеушілік, әлі де өте ашылмаған көп тақырыптар бар. Сол мақсатта Мұрат Қылышбай, Мұрат аға, сізді тағы да кезекті подкастқа шақырып отырмыз. Келгеніңізге, келіскеніңізге Аллах разы болсын. Енді дәл қазіргі уақытта Алланың қалауымен сіз осы бір дүниенің басын бастап, Қазақстанда осы ислам қаржысының дұрыс жасалу жолдары жалпы қалай дұрыс, әрбір мұсылман қалай қаржысын дұрыс басқару керек, харамнан қалай тыйылу керек мәселелерін көтердіңіз. Енді мен ойлаймын, бізбен әлі де ашатын тақырып өте көп. Сондықтан бүгін мен осы бір подкастта әлі де мынау рибадан тыйыла алмай жүрген кісілер, банк, кредиттен, рассрочка мәселесінен бас тарта алмай жүрген кісілер, депозиттен бас тарта алмай жүрген кісілер, жалпы бас тартса да қандай жол бар, халал жолмен қалай жасауға болады. Одан бөлек жаңағыдай дәл қазіргі уақытта ең актуалды болып жатырған халал ипотека мәселесі, соңғы жаңалықтары не болып жатыр, өйткені сіз соның басқасында жүрсіз, сол тақырыпты көтеріп, сол мәселенің жаңағы соңы не болды, қай жерге бардық, қай жерге жеттік, алда не күтуге болады мәселелер. Одан бөлек сіздердің Ajr Finance жобасы, мен шын жүректен сіздерді құттықтаймын. Ол жоба қалай пайда болды, оның енді мен ойлаймын, ол бір түпкі мақсатпен пайда болды деп. Жалпы сол Ajr қазіргі уақытта қалай жұмыс жасап бастады, алдағы уақытта қандай пайдаларын тигізеді, оның мақсаты не. Осы бір тақырыптарды бүгін ашық, мен ойлаймын, пайдалы бір подкаст болады деп, иншаллах. Иншалла. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті достар, қайырлы күн. Ұлжан ханым, үлкен рахмет шақыруыңызға. Шынымен де тақырыптар өте көп, актуалды. Бүгінгі подкастымыз, құдай қаласа, адамдарға пайдалы, адамдардың жүрегіне бір қосымша бір дем беретін сондай бір қайырлы подкаст болса деп ниет етеміз. Иншалла қайырлы подкаст болсын. Мен енді бірден бастағым келіп тұр. Мынау банктегі кредит. Адамдардың өзінің әлі күнге дейін құлдыққа барып жатқандары саналы түрде, мүмкін бейсаналы түрде, әлі де бір сол құлдықтан құтыла алмай жатқан дүние. Және де риба деп айтып жүрдік. Бұған дейін мүмкін риба мәселесін әлі қоғам дұрыс түсінбей жатқан сияқты да, ол тек қана бір мұсылмандарға керек, олар солар ғана халал харамнан тыйыла берсінші деген сияқты рибаның психологиясы, және де рибаның жалпы қоғамға деген зардабы. Біз не үшін қазіргі уақытта сіз болып шырылдап, мысалы халалға тек қана мұсылман емес, әрбір адам көңіл аудару керек, қарау керек, ол тек қана мұсылман үшін емес, ол қоғам үшін пайдалы деген мәселені көтеріп жүрміз. Осының түбінде қандай дүниелер бар, осыны ашып кетсек. Әрине, негізі
енді Қазақстанда 20 миллионнан астам халық болатын болса, соның жартысы жұмысқа жарамды адамдар, ересек адамдар. Сол 10 миллион ересек адамның 9 миллионда несие бар. Өте өкінішті. Демек 9 миллионнан астам адамның несиесі бар. Сондықтан да әрине бұл тақырыпты көтерген кезде қарапайым адамға бұл өте қиын естіледі құлаққа. Өйткені енді барлығында бар, мен де сөйтіп жасап жатырмын, басқа халал альтернатива жоқ. Сондықтан да енді қажеттілік болғаннан кейін біз оны алып жатырмыз деген пікір айтылады. Бірақ жалпы мына макро деңгейде бұл сұраққа қарайтын болсақ, үлкен мысалы мемлекет деңгейінде, ұлт деңгейінде, жалпы адамзат деңгейінде мысалы бұл мәселені былай жоғары көтеріп қараған кезде мына жақта мына экономикалық жүйелерді салыстыру керек сияқты. Мысалы үшін капиталистік жүйе бар. Біз қазір 100% капиталистік жүйемен жұмыс жасап келе жатырмыз. Әлемнің енді басым бөлігі сол капиталистік жүйеге көшті. Бұған дейін социалистік жүйе болды, енді совет үкіметі кезінде тұрған адамдар біледі. Және де мына ислам экономикасының жүйесі бұл екеуінің арасындағы тұрған жүйе. Бірақ мына риба негізі бұл өсім дейміз ғой, өсім бұл капиталистік жүйенің тура жүрегінде, ортасында тұрған механизм. Ақшаға сату, сөйтіп ақшаны сату арқылы баю, пайда табу. Бұл жүйенің жалпы енді рибаның кесірі қазір Америкада сезіліп жатыр. Мысалы үшін мен жақында бір үлкен тәжірибелі инвестор Джереми Грэхэм деген бір сондай кісінің интервьюін тыңдадым. Ол айтып жатыр, 87 жастағы кісі, сол айтып жатыр да, Америкадағы тепе-теңсіздік қазір Мексика, Бразилия деңгейінен де солардың қатарында тұр. Өйткені өте бай 0,5% американдықтар бар, және де американдықтардың басым бөлігі сол кедейшілік деңгейінен шыға алмай жатыр деп айтып жатыр да. Және де оның бір қызығы, сол интервьюда ол келтіреді, 1975 жылға дейін орта американдық жанұясы бай болды дейді. Өйткені байлықтың қоғамда Америкада бөліну жүйесі 75 жылға дейін әділ болды дейді. Әділетті болды. Өйткені орташа американдық өзін бай сезінді, өзін бақытты сезінді. Алайда 75 жылдан бастап, осы қазір күнге дейін бұл жүйе қатты өзгеріп кетті да. Байлардың өте аз американдық байлар, Америка байлығының жартысына астам байлығын сол 0,5% американдықтар тиесілі. Демек, өте бай адамдар бар, олардың байлықтары күрт өсіп жатыр соңғы мысалы 10-20 жылда. Сол интервьюді тыңдаған кезде менің басыма келген ойым, 75 жылдан бастап негізі кредиттік карточкалардың пайда болған жылдары, 70 жылдардан бастап дәстүрлі банктар жалпы кредит карточкаларын шығарып, кредит беру арқылы американдықтарға қосымша сауда, қосымша тауарлар сатып алу мүмкіндігін ашты. Сондықтан да бұл жайдан жай статистикалық бір-біріне сай келіп тұрған жоқ. Иә, бұл жайдан жай мәселе емес. Өйткені жалпы рибаның жүйесі шынымен де мына қоғамдағы ақшасы бар адамдар, сол ақшасын банк арқылы салып ақшасын таратқан кезде басқа адамдар қарызға алып, сол тек қана қарыз арқылы өзінің қажеттіліктерін жаба бастайды да. Сөйтіп қарызға бата бастайды, сол қарыздан шығып кету мүмкін емес. Жақында бір Америкадан бір жігіт келді, сонымен бірге кешкі ас ішкенбіз. Ол айтады да, жалпы Америкада кредиттік тарихың болмаса, сен адам емессің дейді. Сондықтан да Америкада барып өмір сүру үшін сен кредит алу керексің. Міндетті түрде. Міндетті түрде. Мен де соны зерттеп көрдім. Өйткені кредитсіз сені ешқайда жұмысқа алмайды, ешқайда мысалы арендаға пәтер бермейді, сен адам емессің дейді. Демек бүкіл капиталистік жүйенің негізін қалаушы сол Америка болып тұр ғой. Американың ішінде сол рибаға негізделген қоғам болып тұр ғой, 100%. Ал бұның салдары қазіргі американдықтардың, орташа американдықтардың кедейленуі, жылдан жылға кедейленуі, олардың қарыздардың, жеке қарыздардың, мысалы отбасы болсын, мемлекет деңгейіндегі жеке қарыздарының
жылдан жылға өсуі. Ал бұл қарыздардан құтылу енді мүмкін емес. Оның құтылу Иә, жолы біріне бірі жалғанып кете береді ғой, кредит алып кредитке жауап деген сияқты соны адамдар. сұхбаттағы американдық миллиардер талқылап жатыр да, бұдан енді шығу жолы қандай деп сұхбат алған кісі сұрайды. Ол айтады, егер тарихқа қарайтын болсақ, жалпы қарыз деңгейі, енді мемлекет болсын, бір ұлт деңгейінде қарыз деңгейі қатты өскен кезде, бұл мәселені шешу үшін тек қана я азаматтық соғыс, я белгілі бір дүниежүзілік соғыс сияқты, мысалы үшін бірінші дүниежүзілік соғысты алсаңыздар, екінші дүниежүзілік соғысты алсаңыздар, бұлардың түп негізінде экономикалық, мысалы Германияны зерттейтін болсақ, басқа мысалы мемлекеттердегі түп негізінде жалпы экономикалық жүйені қайта рестарт дейді ғой, жаңарту. Соны жаңартудың бір жолы, мысалы сондай бір сондай шараға бару ғой. Сол сұхбатта сол кісі айтады, негізі енді соғыстың салдары өте мысалы үлкен. Сондықтан да біз қазірден бастап бұл жүйені өзгертуіміз керек дейді. Өзгертуінің жолы, ол айтады, байлар қосымша салық төлеу керек дейді. Кедейлерге сол қосымша байлардың зекет мәселесін зекетті айтып жатыр. Басқа тілмен шешімін айтып жатыр. Айтады, байларға қосымша салық жүргізу керек. Сол қосымша салық арқылы біздер қоғамда, Америкада әділеттікті баланс орнату арқылы қоғамда белгілі бір азаматтық әртүрлі бір конфликт жолдар болмайды да. Сондықтан да негізі, түп негізінде рибаның экономикаға және де ұлтқа, жалпы дүние жүзіне ықпалы өте нашар. Иә, ол жаңағы біз айтып жүрген кезде енді біз халық басында енді риба мәселесін ол дін жағынан ғана қабылдап, харам болмайды деп біз айтып бастадық қой. Енді түпкі тамыры ислам дінінің қалай халық үшін, жалпы әлем үшін ол системаның пайдалы екендігі, дұрыс жол екендігін көрсеткіші деп ойлаймын. Мен ол подкаст бір шет жағасын мен де көрдім. Қарашы, риба ол қазір қоғамның дерті да. Ол дамыған ел экономикасы, әлем бойынша экономикасы бірінші орында Американың өзінің дерті болып жатыр да. Ол егер жалғаса берсе, оның түбі жақсылыққа алып бармайды деген сияқты. Оның шешімі қалай? Зекет. Яғни біздің дініміздегі бар дүние, байлар өзінің байлығымен бөлісу арқылы бір қоғамды балансқа келтіру деген сияқты дүние ғой. Сосын бір қызығы, Нұржан, мына Америкадағы қазір ұлттық қарыз 38 триллион доллардан асты ғой, қателеспесем. Соның бұл қарыз неше жылда қалыптасты деп соған қарайтын болсақ, екінші дүниежүзілік соғыстан кейін қатты өскен екен Америкада қарыз. Демек, сол екінші дүниежүзілік соғысқа дейінгі жиналған қарыз мөлшері 2% ғана, ал содан кейінгі отчет 98% бүкіл қарыздар өскен. Себеп сол Америка енді екінші дүниежүзілік соғыстан кейін ең дамыған мемлекет ретінде өзін орнатып алды ғой. Доллардың, мысалы, долларға негізделген қаржылық жүйені орнатты. Сөйтіп енді қарыздарды шектеусіз шығаруға мүмкіндік алды. Сол арқылы, мысалы, сондай қарыз, өсіп кеткен қарыз соншама, қазір мысалы үшін Американың жыл сайын осы қарызды өсімі бар ғой, сол өсімге қатысты төлейтін ақшаның мөлшері Американың қаржы бюджетінен асып кетеді. Қаржы емес, оборона дейміз ғой, министерство обороны. Содан жоғары. Сол қорғаныс министрлігіне кететін бюджеттен де жоғары. 800 миллиард доллардан астам ба, тек қана өсімге кетеді. Жыл сайын сол өсімді төлеу үшін. Оның салдарын жаңағы кредиттік жүйе. Сосын мына экономикалық жүйеге қатысты ислам экономика жүйесінде міндетті түрде нақты экономикаға қатысы болу керек. Кез келген жобаның, мысалы үшін рибаға негізделген, өсімге негізделген жүйеде экономикаға тікелей байланыс болмаса да олар өмір сүре береді. Мысалы үшін мен ақшаны қарызға саттым, ол ақша мысалы үшін адамның қажеттілігіне кетті, демек ол ақша салып кетті, мысалы үшін өз қажеттілігін адам жапты, бірақ қарыз пайда болды. Ол қарызды адам я жабады, я жаба алмайды. Ал ислам экономикасының жүйесінде міндетті түрде экономикаға құйылған ақша нақты товар өндіруге, болса нақты қызметтің шығуына, болуына байланып тұру керек та. Ал оның
түп негізінде мысалы үшін егер де нақты экономикаға үлес болса, бұл қоғамдағы байлықтың орташа есеппен тең тарауына мүмкіндік береді. Өйткені егер де мысалы үшін экономикаға құйылған ақша шынайы бір өндіріске жұмсалса, ол өндірісте мысалы адамдар жалақысын алады, ол өндіріске қатысты басқа кішкентай компаниялар бір заттарды қояды, дамиды. Демек қоғамға бұл ақшаның пайдасы, оң әсері бәрібір сезіледі. Ал рибаға негізделген жүйеде түк істемесең де, ешқандай мысалы экономикалық оборотқа ақша құймасаң да, мысалы ақшаны саттың, ол ақша мысалы тұтынушы несиеге кететін болса, ол ақшадан экономиканың дамуына ешқандай пайда жоқ. Тек қана сол жеу, нәпсінің қажет ететін заттарын жабу арқылы тұтынушы несие сол көп жағдайда сондай ғой. Ал түп негізінде қарыз өсе береді, ал соны алған адам одан баймайды, одан оның баю мүмкіндігі де аспайды мысалы үшін. Сондықтан да былай глобалды дүниежүзі деңгейіне қарайтын болсақ, бұл қазіргі енді әлемнің барлық түкпірінде болып жатқан мәселе. Бұл тек қана Қазақстан емес, өкінішке орай. Дерт десе де болады. Иә, дерті. Сол дерттің біз кіші бір бөлігіміз ғой. Сондықтан да қазір адамдардың психологиясы. Енді қазір мен айтсам, мүмкін ауыртер, мен альхамдулилля ешқандай кредитпен өмір сүрмеймін. Мен ойлаймын, әрбір адам таңдауы деп, негізі адам таңдау жасалады. Осы туралы тоже қалай ойлайсыз? Мен әрбір адамда таңдау бар. Әрине кредитсіз де өмір сүруге болады. Егер сен дұрыс жаңағыдай қаржыңды басқара алсаң, әрекет етсең, ниетің дұрыс болса, қолыңдағы барға қанағат етіп өмір сүретін болсаң, сен кредитсіз өмір сүруге болады. Дәл қазіргі уақытта мынау кредиттің риба мәселесінің психологиясы. Адамдар қазіргі уақытта бір көп жауапкершілік алғысы келмейтін сияқты ма, жеңіл дүниеге бір қолды тез жеткізгісі келеді, тез байып кеткісі келеді. Өте өкініштісі, дінді біле тұра осы рибаға бет бұрады да барады ше. Қазіргі уақытта менің жағдайым нашар деп айтуы мүмкін. Барда мен ойлаймын, бұл дүниеден қалай шығуға болады сіздің ойыңызша? Мен ойлаймын, қолдағы бар нәрсені тұтынып, соған қанағат етіп үйрену керек. Мынау бір Инстаграм, енді әлеуметтік желі, мне кажется, көп адамның бір психологиясына кері әсер беретін осы дүниеде сияқты. Мен күшті өмір сүріп жатыр, менде бәрі бар. Енді барға қанағат етіп отырған адам бар ғой, енді ауылды жерлерде өмір сүретін, әр тарапты адамдар. Оларға бір андай басқа вызып тастайтын сияқты да. Сіздер неге бір осыдан қанағат етіп отырсыңдар деген сияқты. Сіз қалай ойлайсыз осы жерде? Психологиясы несиенің психологияға әсер етуі ол қолжетімді жеңіл болып көрінеді. Жеңіл дүние болып көрінеді. Оның төлеуін ойланбайды ғой көбінде. Және де көп жағдайда шынайы қажетті емес заттардың, шынайы қажет емес тауарлардың, шынайы қажет емес ұсыныстардың оңай сатып алуына алып келеді. Өйткені көп жағдайда енді қолжетімді, мысалы қазір біз телефонды ашсақ, 10 минуттың ішінде сондай несие алуға болады ғой. Өте қолжетімді, қорқынышты прям. Көп жағдайда мысалы қаншалықты, мысалы егер де кез келген адам, кез келген отбасы бір тауарды я болмаса бір қызметті осындай несие арқылы алар алдында өзіне сұрақ қойса, бұл тауар, бұл қызмет маған, менің отбасыма, мені шынайы байыта ма, менің отбасымның әл ауқатына, мысалы жалпы дамуына көмегі бола ма, болмай ма, қаншалықты бұл зат я қызмет маған керек, өмірлік қажеттілікке жата ма, жатпай ма. Көп жағдайда меніңше адамдар енді адам психологиясы ғой, қызып кетеді, сөйтіп қажет емес заттарды ала салады. Мысалы телефонды алатын болсақ, енді қаншалықты шынымен соңғы iPhone 17 керек па, керек емес мысалы адамға. Егер де адамның бұндай телефон алуға өз табысы болмаса, менің жеке пікірім бойынша ондай телефон алуды қажет жоқ мысалы үшін. Өйткені сенде 14-ші iPhone, менікі мысалы 14-ші iPhone да? Мысалы 14 iPhone ба, 15 iPhone ба, 17 ма, мысалы үшін ең бастысы негізі қызметті, қажеттілікті жауып отырса болды емес пе? Осы жерде өте жақсыны сен көтеріп жүрсің, әсіресе жастардың арасында ғой, өзі студент, өте өкінішті, кредит алу деген, мне кажется, өте бір дұрыс емес дүние да. Бір өкініштісі сол мысалы немересі жүреді соңғы айфонмен, соны жауып отырады, әжесі, атасы, болмаса әкесі, анасы жауып отырады. Ол балаға
керісінше ол iPhone зиян тигізіп жатқан болуы мүмкін да. Мен де қолдаймын, егер ол сол iPhone-мен шын мәнінде енді біз мысалы iPhone-ды алып жатырмыз ғой, өйткені соңғы мәселе осы ғой. Егер ол жұмыс жасаса, егер ол бір қажеттілігін өтесе, онда алуға болады. Шын мәнінде біз қазіргі уақыттағы мынау жұрттан қалмайық, бәрі алып жатыр, бізде де болу керек деген сияқты бір принциптармен керісінше кері кетіп жатқан сияқтымыз. Негізі мынандай сұрақ болу керек, бұл телефонды мен өз жалақымның отбасылық жалақыға кесірі тимейтіндей жеңіл ала аламын, ала алмаймын ба? Егер ала алмасам, онда алудың қажеті жоқ. Егер ала алмасаң, онда сен керісінше ақшаңды жина, оны халал жолмен инвестицияла, сөйтіп сосын мысалы бір уақыттан кейін алған сол айфоның қадірі мүлдем басқа болады да. Ал жас балаларға, студент балаларға меніңше ата-аналар ойлаймын сол балалармен психологиялық тұрғыдан жұмыс істеу керек. Өйткені көп жағдайда енді жас балалар басқадан мысалы барлығы сондай айфонмен де жүрсе, мен де жүргім келеді деген сондай шығып қалады ғой психология. Сондықтан да әке-шеше отбасы тарапынан сол мәселені талқылау керек сияқты да, балаға жеткізу керек. Сенің 17-ші айфоннан құндылығы өспейді мысалы үшін. Сен өзің қандай адамсың, қандай білімің бар, қандай құндылығың бар адам ретінде, сол сені көтеретін. Сенің мысалы материалдық заттар ол тек қана көзге көрінетін бір тек қана несі ғой. Өте жақсы мәселені көтеріп жатсыз. Жаңа риба психологиясы, жалпы кредиттік жүйе құлдыққа алып бару. Біз енді қоғамды қалай өзгертеміз, қалай септігіміз тигіземіз? Менің ойымша жастарды қаржылай сауаттылыққа тәрбиелеп, оларға құндылық дүниеде емес, құндылық оның сапалы білімінде, құндылық оның адами қасиетінде, қоғамға оның бір пайдасында. Дәл қазіргі уақытта жастарға біздің келе жатырған жаңа ұрпақ деп айтамыз ғой, өте сауатты, өте ақылды. Оларға бір нәрсені айтсаң тез қабылдайды. Оларға көбірек әрбір ата-ана, енді мен де ата-ана, мен 3 балам бар деп айтамын, үлкен ұлым 15-те ғой. Мен оғылға айтып отырамын, сен білімді болсаң, сен өзің үшін емес, сен қоғамға сен қызмет жасау керексің. Сен қоғамға емес, сен енді біз дін ұстанатын екен, үмметке қызмет жасау керексің. Сен қара басыңды ойламау керексің. Сен қазір құқығың жоқ оқымауға, білім алмауға, босқа өміріңді өткізуге. Өйткені сен осы өмірге келдің ба, сен бос кеуде болып өтпеу керексің. Сен қоғамға бір зияның емес, барынша пайдаң тию керек. Мен өмірімде мысалы инвестиция туралы айтып жатыр ғой, енді біз әртүрлі тарапты инвестицияларды айтамыз, бірақ ата-ана ретінде ең үлкен инвестиция ол енді сіздің де ұлыңыз бар, сол этапқа келе жатқан шығарсыз иншалла, балаға құйылған инвестиция деп ойлаймын. Мен енді ұлым 15 жаста, қазір біз деген орта жасқа келіп енді подростковый возрастамыз ғой. Мен сол қазір өте қатты өзіме қатты разы болатыным, қуанатынмын. 1 жасында құйылған инвестицияларым, 6 жасында мектепке барған, мектептің орта жаңағы несіне келген, сыныптарына келген жасаған инвестицияларды ол 15 жасқа келсе де қазір көрсетіп жатыр да. Уже алаң қалауымен біз Америкаға кеттік, қазір ол Америкада жүр. Мысалы ағылшын тілін еркін жаңағыдай басқарады, сөйлейді. 15 жаса болса да, енді білмеймін, ата-ана үйде көрсеткіш болу керек. Ол үшін ата-ана сауатты болу керек, ол қаржылай сауатты болу керек деген нәрсе. Мен қатты мақтанбаймын, бірақ мен өзім балама қараймын ғой. Сонда мысалы біз үйде ұстанатын дұрыс тамақтану, элементар нәрселер да, жаңағыдай денсаулыққа дұрыс қарау, спортқа дұрыс қарау, одан бөлек бір миссия, мақсат бар да. 15 жаста болса да, енді дәл қазіргі қоғамның дерті ол балалардың жаңағыдай тек қана жеңіл нәрсеге, ертең кредиттік жүйені сол балалар қарыздан қарызға кіріп ары қарай жалғап кетпес үшін қазірдің балаларға бір жақсы бір дұрыс инвестициялар қою керек па? Келе жатқан қоғамды бір ұрпақты бір реттеп жіберсең, ары қарай реттеліп кете ма деген ой ғой. Қалай ойлайсыз? Мен әрине енді маған айту оңай, бірақ енді менің балам әлі кішкентай, Құдай қаласа 4-ке ғана жетеді. Сондықтан да тәрбие мәселесі өте маңызды, өте оңай нәрсе емес. Шынымен айту оңай, бірақ олай шынайы нәтижемді енді Құдай қаласа көреміз, айту қиын. Әрине, бірақ өзіңнен бастау керек қой. Өйткені мен байқағаным, бала әкесіне қарайды, анасына қарайды, солардың істегенін істейді негізі. Тура сол. Сондықтан да шын, бала кәдімгі
копия ғой, сіздің копияңыз. баланы тәрбиелеп қажет емес. Иә. Ата-аналардың құлаған алтын сырға. Мен мысалы енді біз өзіміз инвестиция саласында жүргеннен кейін қаржылық жаңағыдай сауаттылық мәселелері енді көреді бала, қарайды, үйренеді. Мысалы енді қазіргі балалар өте ақылды ғой, бір дүние болса тез зерттей қояды ғой. Маған кейде ақыл айтып отырады ғой. Осындай сіз осы жерден қателесіп тұрсыз деген сияқты. И мынау бір неден арылу керек сияқты, ескі бір тәртіп тәрбие дейін ба, или мүмкін мен қателесем ба, бір балаға сен кімсің, бізде бар ғой, сенің пікірің әлі де менен төмен тұрады деген нәрсені керісінше балаға мүмкіндік беріп, дұрыс бағытты көрсетіп жүретін болсақ, енді мен өзім ата-ана тәжірибемде болып жатқан нәрсені көрсетіп жатырмын да. Мен оны жеке бір практикамдан жауапкершілікті мына ересек деп жатырмыз, мысалы 15-16 жастағы балаларға жауапкершілікті беру. Ертерек беру. Сол мәселе менде осы жақында ғана бір енді балдызымның баласы ғой. Сол қазір шетелге түсуге дайындалып жатыр да, мектепті жақсы бітіріп дегенде сөйтіп шетелге бару. Сөйтіп жақында келді осындай. Мен бір достарыммен бір аптаға басқа қалаға қыдырып қайтсам қалай болады, сіз қарсы емессіз ба деген сөйтіп келді да. Сосын басында енді бұрынғыдай жоқ, сен бармайсың, анау мынау деп сөйтіп айтқым келді да. Сосын ойладым, енді ол енді 16-ға келген бала, енді уже өзіне жауап бере алады. Сөйтіп айтты, мен жауапкершілік сенде, сен өзің шешім қабылда. Өйткені ертең егер дайындалмасаң, ертең түсіп қалмасаң, түспесең, ол сенің жауапкершілігің болады да. Мен осы ұрыспаймын, нетпеймін, айтпаймын, бірақ сен өзің шешім қабылда. Саған қаншалықты керек, бірақ өз шешіміңнің сосын жауапкершілігін мойнына алу керексің. Сондықтан да бәрін ақылға сал, ойлан. Барам десең, пожалуйста, бар. Мен ештеңе саған айтпаймын. Бірақ жауапкершілікті өзіңе ал. Сөйтіп ойланып кетті. Біраздан кейін келді, айтты, мен шештім, мен бармаймын деп. Демек, жауапкершілікті соған беру мәселесі өте маңызды да. Сосын бұл тұрғыдан жақында бір психологпен тыңдадым. Мысалы, тура сол жауапкершілікті беру арқылы, бірақ кейін мысалы жауапкершілікті арттың ба балаңа, кейін бір қиындық туындаған кезде сол қиындықты шешуге жүгірме дейді да. Мысалы үшін қиындық туды ма, сен барып сол проблеманы жүгіріп мысалы шешіп тастасаң, балаң ойлайды да, как бы в принципе проблема жоқ, мен бүлдіремін, я әке-шешем бүкіл жауап тастайды. Ол бір мәселе. Сосын екінші мәселе, егер де жауапкершілікті арттың ба, нәтижесі кейін мысалы жауапкершілікті алды, мысалы дұрыс шешім қабылдады, дұрыс емес шешім қабылдады, бірақ нәтижесі бір нәтиже болды ғой. Мысалы кері нәтиже болса, сосын көзін шұқыма дейді да. Мысалы үшін мен саған айттым, көрдің ба, мінекей, енді білетін боласың деген сондай керек жоқ әңгіме дейді да. Сонда бәрібір кері эффект болады. Бірақ жауапкершілік арттың ба, нәтижесі болды ма, ол да бір тәжірибе. Ол оған өмірлік бір тәжірибе болғаннан кейін бәрібір өмірде ол көмектеседі деген. Міндетті түрде ол. Бұдан қорытынды, жалпы жақсы қоғамға сауатты, мына бір кредиттік жүйеден шығатын, қоғамда дұрыс экономикамызды көтеретін сауатты бір ұрпақ болу үшін ата-ана сауатты болу керек. Жаңа сіз айтқандай, мен өзім енді балаларым өсіп келе жатыр, көремін ғой, сен қайталаған жасағанын қайталайды болды. Өзің жасамай, сен баладан талап ете алмайсың. Өзің ұйықтап, оған спортқа бар деп айта алмайсың. Өзің дұрыс емес тамақтан, қарапайым элементар нәрсе айта алмайсың деген сияқты ғой. Сондықтан бірінші ата-ана сауатты болу керек, және де дәл қазіргі уақытта мынау қоғамда балаларға гиперопека дейді ғой, мен психолог маман ретінде айтқым келеді, сол біздің қоғамды құртады. Балаларға көбірек жауапкершілік беріп үйрену керек. Және де жаңа римба психологиясы бойынша психолог маман ретінде айтқым келеді, негізі бейсаналы түрде әлі де ересек халіне жетпеген адамдардың әрекеттері ғой, кредиттің үстінен ала беру, кредит. Өйткені ересек адам саралайды ғой, мен отбасыма ақша жете ма, жетпей ма, дәл қазіргі уақыттағы мынау алып жатқан кредитін, оның последствиялары ертең қалай болады, қиналып қалмайын ба, анау кредиттің үстінен алып кредит жаба беретін адамдарды мен кейде түсінбейтін, кейін осы психологияны зерттей келе, оқи келе мен түсінгенім, ол бір андай әлі де бір ересек адамның халіне іште жетпеген, жауапкершілік жоқ, сол моментте көз қызығушылықпен бүйтіп не істей алмай, өз-өзін тие алмай ала беру. Сондықтан мен ойлаймын, дәл қазіргі уақыттағы тоқтаусыз бір кредиттің үстінен кредит алып, жаңағы кредитке өмір сүру, ол сіз
сіздің әлі де бір ересек халге жетпегеніңіздің мүмкін көрсеткіштері бар, мүмкін сіз соған үңіліп көресіз, кредитсіз де өмір сүруге болады деп ойлаймын. Қалай ойлайсыз, Мұрат аға? Негізі бұл өте маңызды мәселе. Қазір мысалы енді 9 миллион 90% халықта кредит бар деп айттық қой. Маған көп сұрақ келеді. Мысалы менің кредиттарым бар, мен оны бір бұл шұғыл бір қадамдарға барып тез жауып тастасам, қосымша я болмаса жақтан бір жерден ақша тауып, я болмаса мынаны істеп мынандай бір күнде шешкісі келеді да кейбір адамдар. Меніңше негізі енді біріншіден бұның дұрыс емес екенін қабылдаса адам, мысалы рибаға негізделген шариғи тұрғыдан, біз мұсылман ретінде қарайтын болсақ, экономикалық сауаттылық тұрғысынан, қаржылық сауаттылық тұрғысынан қарайтын болсақ, негізі несиесіз, кредитсіз өмір сүрген дұрыс. Өйткені бұл қаржылық тұрғысынан да өте сауатты қадам болады. Бұл жағдайға түскен адамдар меніңше біріншіден бұны қабылдап, бұл жүйе құру алу керек. Жүйе құрып, бұл проблемадан құтылу жолын өзіне жоспар сияқты құру керек. Мысалы үшін, егер де менде мойнымда несиелер бар, мен не істей аламын, демек, я болмаса қаржылық кәсіби сауатын дамыту керек адам. Көбіректеу оқу керек, көбіректеу, мысалы жалақы жұмыс істейтін болса, сағат 6-да жұмыстан кетпей, мысалы үшін қосымша жұмыс алып, қосымша мына жұмыстағы өсу, жалақы өсу, мына кәсіби деңгейін көтеру бағытта жоспар құрып, мысалы жалақы жұмыс істейтін адам болса, сол бағытта және де қосымша, мысалы қазір жасанды интеллект дамып жатыр, басқа технологиялар дамып жатыр, сол бағытта да жұмыстан тыс уақытта қосымша өзіңді дамытып, жалақыдан бөлек басқа бір табыс табудың көзін табу. Сөйтіп жоспар құрып, әйтеуір ай сайын ана негізгі қарыз дейміз ғой, негізгі қарыздарды, өсім емес, сол негізгі қарыздарды тезірек жабуға жоспар құрып, белгілі бір уақытта сол қарыздан құтылу. Өйткені енді шынымен де мысалы кейбір адамдар бір күнде шешкісі келеді, бірақ енді ондай өте қиын, шын. Бірақ бір жоспар құрып, ниет етіп, сол барлығы шынымен ниетке байланысты ғой. Иншалла, Алла тағала сосын өз жолын ашады деп ойлаймын. Өте дұрыс айттыңыз, барлығы ниетке байланысты. Бізде өкініштісі, мен қарызым бар ғой, қарызымды былай болып кетеді ғой, ниет. Кредит алады, сөйтеді да, оның сіз айтқандай жаңа жүйесін қойып, жауапкершілік алып, ересек адам ретінде әрекет жасамайды да, ол ең оңай жолы жүреді, уақыты келген кезде кредит алып, тағы үстін жабады. Ол мынаған екіншісі кредит қосылады, соның алдыңғы жаңа көрсеткіштері еселеніп кеткен екен, оның үшіншісін ала салады. Былайша қараған кезде жаңағы айтқандай мәселе ғой, ересек халде болмай, бала позициясында болып, жауапкершілікті алмай, бірін үстін бірін жасай беру деген сияқты мәселе. И тағы бір өте жақсы бір актуалды мәселені айтып қалдыңыз да, біздің қазіргі уақытта қоғамның дерті өмірдің заңдылығын түсінбейтін сияқты. Бала өмірге бірден келмейді. Бала өмірге келеді, бірден жүрмейді, жүгірмейді. Ол кез келген салада, айтыңызшы Мұрат аға, бизнесте болсын, кәсіпте болып көріңіз, мен де кәсіпте болған адам ретінде айтқым келеді. Ол биржаға қатысты болсын, ол маңызды емес, ол сіз қазіргі жасап жатқан неңізге де байланысты, жұмысыңызға, салаңызда. Мысалы, мұғалім бірден директорлыққа келе ма? Келмейді. Өмірдің заңдылығы ол уақыт пен еңбекті практиканы талап етеді, соған сай барлық жетістікке жетуге болады. Қазіргі біздің қоғамның дерті, бала туылды, жүгіргісі келеді сразу. Сөйтеді да ұрынады. Ол былайша айтқан кезде өмірдің заңдылығына қарсы шығу ғой. Оны просто мойындау керек, әрекет жасау керек. Жаңа сіз айтпақшы, жаңағыдай тоқтаусыз әрекет, дұрыс ниет болатын болса, барлық нәрсеге жетуге болады деп ойлаймын. Жақсы. Енді дәл қазіргі уақытта кредиттен кейінгі екінші актуалды болып тұрған мәселе ол депозит. Жаңағы депозитке ақша жинау, әлі де жинап жатқан кісілер. Сосын тағы бір қызық статистика естідім. Адамдар дәл қазіргі уақытта ақшаларын отбасы банкте жинайды екен. Мақсаттары үй алу болмаса да, жаңағыдай жылдық төлем бар ғой, соған қызығып, соғында жинайды екен. Мен енді дін жағынан халықара мәселесін сізден талқылаймыз. Мен салыстырмалы түрде, инвестор ретінде қарап көрсем, өте тиімсіз бір қисынға келмейтін жүйе сияқты да. Біздің қаржылық сауаттылығымыз сол жерге келіп тоқтап қалған сияқты. Депозитпен отбасы банкке ақша жинау деген мәселеге жалпы қалай көзқарасыңыз? Дін жағынан ол мәселелер қалай қарастырылады? Енді қараңыз, мына депозит мәселесі жалпы банк жүйесін қарайтын болсақ, адамдар депозитке ақша салады,
банк сол ақшаны пайдаланады. сол ақшаны алады да кредит ретінде басқа адамдарға береді, таратады мысалы үшін. Қазір соңғы статистика бойынша қателеспесем 48 триллион теңге бұл депозиттағы жатқан ақшалар. Демек жылдан жылға дейікші, жылдан жылға депозитта, біз қазақстандық мысалы депозиттік жүйені қарайтын болсақ, бізде 23 банк бар. Жылдан жылға депозит көлемі өсіп жатыр. Демек адамдар көп ақшасын, мысалы үшін депозиттарды алатын болсақ, басым бөлігі бұл жеке тұлғалардың ақшалары, компаниялардан бөлек. Сенімді деп ойлайды ма, қалай? Өйткені ең түсінікті инструмент жеңіл сол депозит болып тұр да көп адамдарға. Өйткені мемлекет тарапынан гарантия бар, мысалы арнайы қор бар ғой, депозитті фонд гарантирования, Казахстанский фонд гарантирования депозит деген бар, КФГ-де. Сол банк келісімшарт бойынша бекітеді өсімді, және де егер банк ертең банкрот болса, артында мына фонд 20 миллион теңгеге дейін мысалы депозит тұрған ақшаға кепіл береді. Өкінішке орай, сол депозиттің халал варианты тек қана қазір Заман банкіде бар. Басқа, енді бізде 3 қана банк бар ғой, исламдық банк. Сол үшеуінің біреусінде ғана сол исламдық депозит форматы бар. Бірақ қанша пайыз ұсынып жатыр ол кісілер? Шамамен енді исламдық депозиттің ерекшелігі кепіл жоқ қой. Кепіл жоқ, бекіткен үстінен өсім жоқ. Сіз инвестор ретінде кіресіз, және де банктың тапқан табысынан белгілі бір бөлігіңізді аласыз. Сондықтан көп адамдар қорқады. Көп адамдар қорқады, бұл банк енді үлкен банктардың қатарына кірмегеннен кейін қорқады. Сосын кепіл жоқ, бекітілген өсім жоқ деп айтқаннан кейін әрине көп адамдар қорқады. Бұл негізгі мына ислам қаржы жүйесінің дамымай тұрған себептерінің бірі негізі. Өйткені егер де ақша салынатын болса дейсіз ғой, исламдық депозиттарға, исламдық банктарға ақша салынатын болса, онда ол исламдық банктар сол ақшаны алады да ертең басқа кәсіпкерлерге таратады, басқа өндіріске салады, басқа жобаларға салады. Демек олардың мүмкіндіктері өседі, жолдар ашылады. Ал біздер халық ретінде, мұсылман ретінде оларды қолдамағаннан кейін олардың мүмкіндігі шектеулі. Олардың да мысалы беретін ақшасы мүлдем шектеулі. Өйткені оборотта депозитқа салған ақшалар өте кішкентайды. Ал енді кез келген банк, үлкен халық банк болсын, Каспий банк болсын, олардың барлығы көп жағдайда ақшаның кредит берудің негізгі көзі бұл депозит. Сондықтан да енді осы екі банк Қазақстанда ең үлкен банк болып саналады ғой. Бүкіл Қазақстанда депозиттардың жартысы осы екі банкқа тиесілі. Демек, жартысы осы екі банкта жатыр. Демек, олардың соншама триллиондаған ақшаны алады да олар кредитке береді. Сондықтан да олардың мүмкіндіктері өте үлкен. Ал ана кішкентай біздің исламдық банктардың депозиттағы Қазақстанда бүкіл депозиттардың ішінде 1%-ға да жетпейді. 0,1015 па, сонда өте кішкентай бөлігі сол исламдық депозиттер жатыр. Қараңызшы, енді қазір сіздің айтып жатқаныңызға қарап отырмын да, мысалы харам кәдімгі дәстүрлі банкке депозитке ақша жинау, болмаса халал жаңағы депозитте ақшаны жинау. Екеуінің бір айырмашылығын қараған кезде, мынау кез келген жарайтын мұсылман болмаса да, адам халал түрде депозитке ақша салу арқылы егер жинаймын десе, ол қоғамға пайдасын тигізетін сияқты ма? Әрине. Сіз халал жолмен кәсіптерге құйылады ғой ол. Сіз халал жолмен экономикаға өзіңіз үлесіңізді қосасыз. Вот әрбір адам, мен өзім осы нәрсені ұстанамын, әрбір адам өмірде бір миссиямен өмір сүру керек та, бір қоғамға, дінге, халыққа бір пайда істейтін болса, Алла тағала соған сай барлық несібесін арттырып қояды ғой. Мен қазір қарап отырып саралап жатырмын да, сонда әрбір жаңағы депозитке жинаймын, болды, мен көріп тұрған дүнием сол, басқа мен қызықтырмайды дейтін кісі болса, халал түрде депозитке жинайтын болса, ол қоғамға, елге, халыққа, дінге, былайша айтқан кезде адамзатқа бір пайда істейтін сияқты. Әрине. Дәстүрлі депозитте ол жерде ол сіздің ақшаңызды алады. Мен айтам ғой, менің станым бар, депозитке ақша жинайтындар олар ақымақ. Не үшін? Сіз просто өз ақшаңызды жинайсыз да, бересіз. Мен енді сол айтам ғой, сіздің ақшаңызды банк алады да ақылды. Сізге қанша пайыз қазір көтерілді ма? Соңғы мен депозит қызықтырмайды екен. 20%-ға дейін төлейді ғой. Сөйтіп оның үстіне қанша қойып береді халыққа? Енді плюс 35-пен береді, 46-ға дейін береді. Сіздің просто ақшаңызды алып пайдаланады. Демек, қазіргі мына біз басында айттық қой, 90% халық қарызға батып жатыр деп айттық қой. Демек, сол 90% халықтың батып отырғанының
ақшасы сіздің депозитқа жатқан ақшадан Ақшаңыз. кетіп жатыр ғой, демек сіз Иә. бәрібір соған қатысып жатырсыз. себепсіз осы жерде адамзат ойлану керек сияқты да. Мен ойлаймын, әрбір көз ашық сауатты адам, ол дінде болсын болмасын, өмірде біреуге зиян тиіп кетпесе екен деген принциппен өмір сүретін болсаң, жетістікке тікелей жақсы жетеді ғой енді. Бұл жерде бір өте маңызды мәселе бар. Мысалы үшін кейбір адамдар, бұны түсінетін адамдар бар. Мысалы үшін олар айтады, иә, мен түсінемін, исламдық депозитке ақша салғым келеді, бірақ Қазақстандағы исламдық банктардың ертең болады да, мысалы, сенбеймін деп айтады да. Мысалы үшін кейбір адамдар. Гарантиясы жоқ деген сияқты. Гарантиясы жоқ, өте кішкентай банктар, мысалы, капиталы кішкентай, демек бұл енді актуалды мәселе негізі. Біздер мемлекет ретінде исламдық банктардағы исламдық депозитта жатқан ақшаларға кепіл беретін жүйені құру керекпіз. Бұл енді мемлекет деңгейіндегі, мысалы үшін біздің ассоциациямыз бар, регулятор бар. Өйткені дамыған исламдық қаржы жүйесі дамыған мемлекеттерде ондай инструменттер бар. Демек, мұсылман ретінде мен банкке ақша салсам, ертең оған қандай да бір кепіл бар деген, мысалы, халал сақтандыру механизмдерін қолдануға болады. Бірақ оны істеу үшін бәрібір қалай болғанда да бірінші қадам жасау керек. Өйткені бір банк, оның ішіндегі жатқан исламдық депозиттағы ақшасы өте кішкентай, экономика жүрмейді. Өйткені кішкентай ақшамен сіз бұндай мемлекет деңгейдегі жүйені құра алмайсыз. Мысалы, ол үшін көп, мысалы, депозиттар көп болу керек, исламдық банктардың саны көп болу керек. Сонда енді халық бір қадам жасаса, ертең жүйе ретінде ол бәрібір өз орнына қалпына келеді. Сондай бір, мысалы, гарантия бере алатындай деңгейде қандай да бір жүйе келеді елімізде. Иә, сіздің айтқыңыз келіп тұрған былай ғой. Егер мысалы дәстүрлі банкте өйткені барлығы сенеді, ақшаның барлығы сол жаққа құйылған екен, ол жаққа гарантия бар. Біз керісінше мына бір жаңағыдай исламдық депозитке қызығушылық арттыратын болсақ, оларда күшейеді ғой, олардан капиталы көбейеді, олар да жаңағыдай гарантияны алуға мүмкіндіктерін пайда алады. Значит, біз тараптан сұраныс болу керек, бізден әрекет болу керек. Өте маңызды мәселе. Қазір жақында Халық банк, Каспий банк және де Freedom банк жаңа форматтағы лицензиясын алды. Қазір универсальный лицензия деп шықты ғой. Енді универсальный лицензия алған Халық банк пен мысалы Freedom банк енді исламдық терезе ашуға мүмкіндіктер бар. Исламдық терезе ашылатын болса, мысалы БЦК банкта 100% ашылатын болады. Мысалы мен олар өздері ресми түрде айтты, ислам терезе ашылады. Халық банкта исламдық терезе ашады деген ақпарат бар. Және Freedom банк мүмкін МФЦА шеңберінде бөлек бір исламдық банк ашады деген ақпарат бар да. Демек, осы үш банк ислам депозит форматында депозит ұсынған кезде біз мұсылман ретінде соған көшу керекпіз. Өйткені, мысалы үшін, кез келген, мысалы, Халық банк болсын, Freedom болсын, бұлар исламдық терезе ашқан кезде тарихы нөлден басталады да. Сол үшін бүкіл халал депозиттік базасы нөлден басталады. Біздер, мысалы үшін, капитал керек дейсіз ғой. Мұсылман ретінде соған аударып, енді кішкентай банкке егер сенім болмаса кейбір адамдарда, онда қалай болғанда да сол жүйені қолдау керекпіз. Сонда сол халал депозит форматына ақша ауысса, ол терезенің, мысалы, енді банктың ішіндегі бөлек құрылған бөлім ғой, сол бөлімнің мүмкіндіктері өседі, ол қосымша халал жолмен көлік беруге, болмаса халал жолмен басқа бір тауар сатып алуға, демек, нарықта бір ұсыныс пайда болады. Ал оны біз кәдімгі қарапайым мұсылман ретінде соны түсіну керекпіз. Демек, депозитта енді арам жолда, халал емес жолда жатқан дәстүрлі депозиттан ақшаны сондай терезе ашылған кезде міндетті түрде ауыстырса, ол қоғамға да бір жақсы әсер береді негізі. Пайдасын тигізеді дейсіз ғой. Және де мына біз айтқан сақтандыру, халал сақтандыру жүйесінің мемлекет деңгейінде құрылуына бір кәдімгі түрткі болады. Өйткені тек қана бір заман банк емес, мысалы Халық болсын, Freedom болсын, БЦК болсын, демек, ойыншылар көбейген кезде нарықта өседі. Сол кезде бұл нарыққа қандай да бір тұтынушыларды қорғайтын бір жүйе болсын деген сондай уже сұрақтар келеді, шешім де келеді деген. Өте жақсы мәселені көтердіңіз. Біз былай айтамыз ғой, неге халал ипотека жоқ, неге халал депозит жоқ, неге бізде сукук жоқ, басқа жоқ, неге ислам қаржысы дамымаған, біз жасайтын едік деген сияқты мәселе біздің қолымызда да.
қоғамның қолында да ол ше. Біз оны сұранысты туындататын болсақ, біз жаңа сіз айтқандай дәстүрлі банктен жатқан депозиттегі ақшамызды жаңағы халал депозиттерге салып бастайтын болсақ, онда сұраныс көбейген сайын оған жаңағы сақтандыру да пайда болады, ұсыныс та көбейеді. Олар жаңағыдай алған ақшамызды енді бізде дәстүрлі банкта жаңағыдай ақшаның үстінен ақшаны айналдыру арқылы жаңағы қоғамға зияныз келтіріп кредиттік жүйе жаңағыдай бір негативті арты түпкірі жаңа сіз айтқандай болып жатырған дүниеге себепкер болғандан көрі мына бір халал депозитке салып адамдардың ары қарай қоғамның экономиканың дамуына септігін тигізу әрбір адамның мүмкіндігі деп ойлаймын негізі. Қоғамнан керісінше сұраныс және де бір әрекет болу керек сияқты. Сосын бұл тұрда Олжанхан бір айтайын дегенім, кейбір адамдарда ислам терезесіне күмән бар да. Қорқыныш бар сосын. Бұл енді дәстүрлі банктың ішінде құрылған бір алдау сияқты деп ойлайды да. Әрине дәстүрлі банк ақша жасауы үшін құрылған институт. Бұлар оны жақсы біледі, бұл банктар. Бірақ енді халал терезенің шынайы халал болуына кепіл беретін инструменттер бар. Мысалы үшін шариғаттық кеңес бар, сол терезенің ішіне шариғаттық комплайнс деген бар, демек тексеру, шариғаттық аудит деген мысалы заң жүзінде біздер қазір регулятор кіргізді. Демек әрине бастапқы кезде сұрақтар көп болады. Терезе қаншалықты халал, қаншалықты халал емес. Бәлкім сол терезелердің ішінде де мамандардың жетіспеушілігіне байланысты дұрыс емес ақпараттар таралуы мүмкін. Енді көш бара түзеледі ғой. Бірақ қалай болғанда да біз бұл мысалы исламдық терезені құру арқылы халал қаржы нарығын дамыта аламыз. Өйткені біз осы күнге дейін мысалы ислам банк туралы заңдағы 2009-да қабылданды, қателеспесем. Сол уақыттан бері біздің Қазақстандағы ислам қаржы нарығы өскен жоқ. 0,4% болып тұр ма? Салымшы жоқ. Салымшы жоқ, жалпы ұсыныс жоқ, сұраныс жоқ дегендей. Ал осы исламдық терезелердің ашылуы арқылы, өйткені бұл үлкен дәстүрлі банктардың бәрібір технологиялары үлкен, ақшалары үлкен, мысалы үшін басқа бөлімшелері өте көп. Демек, осы терезені ашу арқылы біздер халал нарықты дамыта аламыз. Бұл енді әлемдік практика. Сондықтан да бастапқы кезде кейбір мынандай бір шероховатость істейміз ғой қазақшасы. Демек, мына жұмыс сол ислам терезелерінің жұмысында кейбір бәлкім қателіктер, жетіспеушіліктер болуы мүмкін. Барлығы бірден болмайды. Ол факт. Оған енді әрине міндетті түрде сол шариғаттық комплайнс, шариғаттық кеңестің жауапкершілігі міндетті түрде. Бірақ біздер соған қадам жасау керекпіз. Бәрібір соған қадам жасасақ, бұл нарықтың, халал нарықтың дамуына түрткі болады. Сондықтан да сол жағын түсіндіріп кетейін деген, өйткені адамдар соны түсіну керек. И тағы бір жаңа айтып кеткеніңіздей, исламның атын жамылып, ол жерде салыстырмалы. Комментаторлар бар ғой, жерде блогерлерге, комментаторларға айтқым келеді да, біз қоғамды реттей алмай, қалай қоғамға бір септігіміз дұрысына тигізсе екен, жұртты бір мынау кредиттік бір құрылым ғой, жаңағы тұрма десе де болады, мен сөйтіп ойлаймын енді. Өйткені кредит алған адам тұманда жүреді, оның есіл-дертінің бәрі қарызын жауы болады да, оның басқаға жан-жағына қарауға шамасы келмей қалады да. Сол бір қоғамды кредиттсіз жаңағыдай дұрыс өмір сүруіне қалай септігіміз тисе екен деп шырылып жатқан кезде мен көрдім бір блогерларды, комментаторларды ислам қаржысымен жаңағыдай исламдық ипотекамен мүмкін жаңағы исламдық жаңағыдай депозитпен ешқандай айырмашылығы жоқ. Ол жерде тек қана жаңағыдай ислам деген аты жамылу, ол жерде кәдімгі кредиттік жүйе, ешқандай бір айырмашылық көріп тұрған жоқпыз деген сияқты бір комментариялар жаңағыдай сол видеоларға бір шығып комментарий айту дүниелер көбейіп кеткен екен. Бірақ сол нәрсені айтатын кезде ойлансаңыздар екен. Жаңағы біз айтып кеткендей, бұл түпкі мәселе қоғамға, экономикаға, жалпы адамзатқа қалай әсер етіп жатыр, оның артқы соңы қалай болады деген нәрселер сізді ойландырса, әрбір комментарий айтатын кезде сол нәрсеге мән берсеңіз екен деп ойлаймын. Сіз өте маңызды тақырыпты көтердіңіз, Олжанхан. Негізі мына неліктен халал қаржы банк болсын, компания болсын, қазір ислам терезелері ашылады. Мысалы үшін Заман банк бар, мысалы бізде Аль-Сафи банк бар, мысалы үшін бұрынғы Аль-Хилаль, қазір DCB банк бар. Сосын мысалы халал жобалар шықты ғой, мысалы Таяб бар, бізде Мизан деген компания ашылды, Айлат деген компания бар, біздің Аджир мысалы ашылды. Демек, мына қаржылық тұрғыдан қарапайым адамға тағы да түсіндіру керек сияқты, дұрыс. Көп жағдайда, мысалы үшін қоғамда мынандай бір пікір бар да, ислам қаржы компаниялары қымбат. Неге олар сондай қымбат?
басқа банктағы мысалы кредиттермен салыстыратын болса, я кем дегенде ары кетсе тең болады, я болмаса одан да қымбат болады деген сөйтіп пікір айтылады да. Ислам болғаннан кейін бәрі тегін болу керек деген нәрсе түсінік бар ғой. Иә, бастапқы түсіндірейін дегенім, мысалы үшін исламдық банк болсын, исламдық қаржы компаниясы болсын, олар да мысалы бір жақтан ақша тартады. Мысалы кәсіп жасау үшін сіз кәсіпкер ретінде білесіз, кәсіпті ақшасыз сен жасай алмайсың, бәрібір саған инвестор керек. Инвестор қайтарымы керек. Инвестор, кез келген инвестор, мұсылман болсын, мұсылман емес болсын, ақшасын салған кезде қандай да бір табыс тапқысы келеді. Сондықтан да сен мысалы мұсылман болсаң, сен ақшаңды тегін беру керек деген шарт жоқ. Сен мұсылман болсаң, сен халал жолмен мысалы кәсіпке инвестор ретінде кірсең, сол кәсіптің тәуекелін өз мойныңа алсаң, сен табысты ала аласың халал жолмен. Бірақ тура сол исламдық банк болсын, тура сол ислам қаржы компаниясы болсын, оларға да олар инвестор тартады. Ал исламдық банкке мысалы біз исламдық терезеге ислам депозитіне ақша салған кезде біз ақшамызды тегін салмаймыз, бізде қандай да бір табыс тапқымыз келеді ғой. Ал сол себепті ол терезе болсын, исламдық терезе я қаржы компаниясы инвестор тартқан, ол инвестордың ақшасы екенін түсіну керек. Ақшасын түсінеді, сосын инвестордың мысалы қанша табыс тапқысы келетінін ескереді. Мысалы үшін қазіргі таңда депозиттағы, мысалы дәстүрлі банкта депозиттағы ставка 20% болса, инвестор, мұсылман инвестор ақша салған кезде осы 20%-ке қарай үміттенеді. Сол себепті мысалы біз ажыр жобасы болсын, таяп болсын, басқасы болсын, инвесторды тартқан кезде инвестор бізге сенді, аманат ретінде мысалы біздің бизнесқа ақша салды, бірақ инвестордың енді талғамы сол 20%-дан кем емес табыс тапсам жылына деп мысалы сондай бір үміттенеді ғой. Сол себепті сол қаржы компаниясы, исламдық банк болсын, сол ақшаны алып, ол ақшаны қоғамға, кәсіпкерлерге, басқа тұтынушыларға халал жолмен таратқан кезде инвестордың 20% табысын кіргізеді. Ол мысалы үстінен 20% табысты қосып сол ақшаны таратса, ана қаржы компаниясы минусқа кетеді. Ол мысалы жалақысы бар, басқасы бар дегендей. Арендасы бар, ол табыссыз мысалы үшін. Сол себепті үстінен қосылатын табыс мысалы үшін 25% болады, 27% болады, 30%-ға дейін барады. Өйткені қазіргі таңда Қазақстанда ақшаның құны қымбат болып тұр. Мысалы батыс дамыған мемлекеттерде инфляцияның төмен болу себепті, мысалы ақшаның құны бір 3, ары кетсе бір 5% деңгейде болса, біздің Қазақстанда ақшаның құны 20% болып тұр. 20, кемде 25%. Енді ойлап қараңыз, мысалы сіз исламдық банк аштыңыз, ислам терезе аштыңыз. Сол терезеге тегін ақшасын ешкім бермейді. Депозитқа. Енді ол экономиканың заңы, сен ақша салсаң, қандай бір табыс тапсың келеді мысалы үшін. Мәселе адал жолмен, я адал емес жолмен ғой, мәселе сонда ғой. Сен мысалы исламдық терезеге ақша салдың ба, банк сенің ақшаңның үстінен кем дегенде 20% табысты тапқысы келеді. Өйткені сен ертең сол банктың клиент ретінде қалу мақсатында. Сондықтан да банк айра таратқан кезде үстінен өз табысын қосады. Енді үлкен банктар әрине шығын тарапынан олардың мүмкіндіктері көп, сондықтан олар үстінен қосатын табыс мөлшері аздау болады. Ал кішкентай компания болса, оның мысалы біз ажыр сияқты компания, біздің мысалы салып атқан тек қана өзіміздің қаражатымыз. Бізде халықтан алу, депозит алу құқығымыз жоқ, мысалы лицензия бермейді ондай құқық. Демек біздер ақшаны тартқан кезде қазіргі таңда инвесторлардың, мысалы біз қазір сөйлесіп жүрміз ғой, инвесторлардың енді сұрап атқан табыс мөлшері кемінде 25% теңгемен жылына. Ойлап қараңыз, сіз 25% жылына ақшаны тартасыз. Ол енді бекітілмеген, халал жолы бекітілмеген ғой, олар тәуекелге барып біздер айтамыз, халал жолы болса, халал жолмен істейміз, халал жолмен тәуекелге бару керексің. Ақша салдың ба, ол оған кепіл жоқ ақша тартуына. Бірақ біздің кепіліміз, біз шынайы жобаларымызға саламыз, аманат ретінде қараймыз, ақшаңызды мысалы басқа мақсатқа жұмсамаймыз. Бірақ риск бар. Егер барлығы дұрыс болса, бірақ сол инвестордың табам деген 25% табысын біз өзіміздің продуктымызға мысалы қосамыз. Алған адам мысалы, мен мына стақанды сатып алдым, қайтарған кезде үстінен 30% деп қайтарам деп ойласа,
мусульманский рассрочка жаман екен деп сондай пікірге келеді да тағы. Мәселе ана ақшаның құнында болып тұр. Кез келген компания болсын, біз ба, басқа ма, бұны дұрыс түсіну керек негізі. Дұрыс түсіну керек. Достар, бұл шығарылым өте маңызды және құнды ақпараттар өте көп айтылғандықтан біз 2 бөлімге бөлдік. Дәл қазір бірінші бөлімде сіздерге пайдалы бола алдық деген ойдамыз. Енді өте құнды ақпараттарымыз екінші бөлімде де бар. Міндетті түрде екінші бөлімді жіберіп алмай көріңіздер. Енді жалпы сізді алдағы уақытта осы биржада инвестиция жасау, өз капиталыңызды көбейту, өзіңізге не болмаса балаларыңызға ұзақ мерзімге инвестиция жасау, не болмаса биржамен құнды қағаздар нарығында кәсіп жасау қызықтыратын болса, бастысы адал жолмен қалай жасалу жолдарын көргіңіз келсе, мен сізге оны көрсете алам, үйрете алам. Осы видеоның астында сілтеме бар, сол сілтемеге өтіп толық ақпаратты алсаңыздар болады. Осы подкасттың астына комментария жазған және де оны қырқып алып, мені және Мұрат ағаны белгілеп инстаграмға салған оқырмандарға керемет сыйлықтарымыз бар. Мұрат аға, біріншісі ол ақылды инвестор кітабы. Әрбір адам оқу керек. Әрине бұл негізі Уоррен Баффеттің кітабы. Бұны ағылшын тілінен қазақ тіліне аударған. Әрбір қазақ өз тілінде оқи алады. Өте үлкен мүмкіндік болады. Осы кітапты иншалла сыйлайтын боламыз. Және де біздің жаңағы айтып кеткенімізде Умма Инвест компаниямыздың арнайы өнімдері бар. Ол міне әрбір адамда негізі блокнот болу керек қой. Бәрін жазу керек, жоспар, мақсат жазылу керек. Әсіресе инвесторларға бүкілі жазылу тұру керек. Сол 3 кісіге біз осы Умма Инвесттің артынан арнайы именной блокноттарымызды және де арнайы ручкаларымызды 3 адамға беретін боламыз. Және де менен жеке консультация. Давайте комментарийға өз ойларыңызды қандай пайдалы дүние алдыңыздар. Инстаграмға қырқып біздің түйген ойларыңызбен бөлісетін болсаңыздар, біз қатты қуанып қаламыз. Сіздерге сыйлығымыз бар. Сіздер үшін қайырлы бір керекті подкаст болсын.